Алтайға көктем ерте келді. Ақпанның апталап көз аштырмайтын долы бораны, наурыз туа жыннан айырылған бақсыдай сап тиылып, соңынан жып-жылы лебескен. Күнде наздана күлімсіреп, күміс күпі жамылған қырқалар бусанып жатыр. Жылғалардан сылаң қағып су ақты. Маңайдың бәрі сылқ-сылқ, былқ-былқ. Жылысайға жете алмыстай көңілім алып ұшты. Шәрбәтті бұрын да көп ойлаушы едім. Сақманға олардыкіне баратын болғалы, тіпті көз алдымнан көлбеңдеп кетпей қойды. Биыл біздің 2-9 сынып Сақманға баратын болып, бәрімізді 2-3 топтан әрбір қойшыға бөлді емес пе? Ержан екеуміз Жылысайдағы Мақан қойшының еншісіне бұйырдық. Ержан, асықпай 2-3 күннен соң барайық. Оған дейін моншаға түсіп, дем алып дегендей деп, біраз азғырғанмен, сен сөйт, екеуміз бірдей кергіп жатып алсақ, Мақан мектепке кеп, шағымданып жүрер деп, өбөгітірік қорыққан болдым. Шәрбәтті көруге ынтығып тұрғанымды сездірмеуге тырыстым. Әкеме де шөпке ортақ қылғанша бурылды Сақманға мініп кетейін деп қолқа салдым. Шәрбәт өзгерді екен. Күзде қаладан шашын қидырып, көзінің асты-үстін көкпеңбек қылып бояп келіп еді. Көз үйренбегендікі ме, бір түрлі ерсі көрінген. Бұрымы бұлғақтап, жүргенде сұлу еді. Оқуға түсе алмай қалғаны қандай жақсы болды. Пелшір боламын деп қалаға қаңғырғаннан көрі, әкесінің қасында қойда жүргені тәуір емес пе? Қазір не көп, пелшір көп. Оның үстіне қалаға кеткен қыздар қайтып оралып жатқан жоқ. Мен 10-ды бітірген соң оқуға бараламын ба, жоқ па? 2 жыл әскерің тағы бар. Бұрыл сүрініп кетті де, ойым кілт үзіліп кетті. Аш жектей шұбатылып жатқан Жылысай осы тұста қырындай жайылып сала берді. Айналасы ат шаптырым кең жазықта қойшының қырғжамау ескі тоқал тамы жетімсіреп жападан жалғыз тұр. Одан әріректе ақшағаладай жарқылдаған шатырлы қой қора көзді тарта мен мұндалайды. Ат түбірін естіп алдымен ит үрді. Одан соң тоқал тамнан әлдекім жүгіріп шығып, қырдан құлдилап келе жатқан жалғыз салтаттыға телміре ұзақ қарады. Тайыншадай қара төбет арсылдай жүгіріп келді де, анадайдан өршелене үріп айбат шегіп тұр. Есік аузында менен көзін алмай тесіле қарап тұрған Мақанның жалғыз ұлы Жолтай екен. Ассалаумағалейкум. Жолтай даусын соза амандасты. Көкемдер үйде жоқ, тойға кетті, деді Жолтай асығып үсігіп. Мен аттан түсіп, қол алысып амандастым. Киізбен қапталған аласа ауыр есікті сығылдата ашып, ішке кіргенімде әдегенде будан ештеңе ажырата алмадым. Ала көлеңкеде үй іші ақ монша. Қалай қарай жүрерімді білмей, есік аузында бөгеліп қалдым. Жолтай, кім екен келген? Шәрбәттің үні құмығып естілді. Қыздың дауысы шыққан жаққа барлай қарадым. Аққұманның ішінен басын жуып отырған қыздың сұлбасы көзге шалынды. Пеш дүрілдеп жанып жатыр. Үстіндегі беті ашық қара қазан сарық-сарық қайнайды. Иіс сабынның хош иісі үй ішін жайлап алған. Жолтай сыртта атпайлап, мен қызбен амандасудың ретін таба алмай сипақтап қалдым. Бетіндегі көпіршігін сабынды алақанымен сипай салып, мен жаққа сығырая қарады. Көзін сабын аштып жіберді ме, қайтадан бетін шайып жатып. Төлеш, адасып жүрсің бе? Төрлет, деді, қуанышын жасыра алмай. Төрге үйге өтіп кет, аяғыңды шешпей-ақ қой, жердің бәрі су. Төрдегі үй кең де жинақы екен. Есіктен төрге дейін оюлы сырмақ жайылған. Оң жақта кереует, одан жоғары үлкен сандық тұр. Сандықтың үсті толы жүк. Кереует тұсында ілінген сарғыш кілемнің жоғары жағындағы Шәрбәттің үлкейтілген фотосуретіне бірден көзім түсті. Жазда қалаға оқуға барғанда түс
түссе керек. Шашын қос бұрым қып өріп, алдына жіберіпті. Мойыл қара көзден нұр шашырайды. Жүзінде жұмсақ жымистің ізі бар. Ол жыған шие ернін сәл қимылдатса болды, маржандай аппақ тістерін жарқырата күле салатын сияқты. Кешке қойды қоралап, қозыларын емізіп, бөлек қамағаннан кейін үйге кіріп, Жолтай, Шәрбәт, үшеуміз жетілік шамның жарығымен отырып, тамақ іштік. Жолтай тамаққа тойған соң мысықпен ойнап, өзімен өзі болып кетті. Менің екі көзім Шәрбәтта. Қыздың ашық жүзі албырап, мойыл көзіне мейірім шуағы ұялаған. Иығынан сәл төмен түсіп тұрған қою қара шашын әлгінде ғана бұралап алған. Еңкейіп, кесесін қолына алған кезде шашы сусып, бетін жаба қалды да, басын көтеріп, сүйрік саусақтарымен шасын сәндеп қана іліп алып, кейін қарай сәлкілегенде ай маңдайы жарқ ете түсті. Осы бір қимылды қайталаған сайын сүйкімді кескіні одан сайын құлпырған әдемі болып көрінеді. Шәрбәт бұрын тұйық қыз сияқты еді, бүгінгі әңгімесі аузымның суын құртты. Мен келгелі қаладағы қызықтарын айтып тауыса алар емес. Біраздан соң Жолтай есінеп құсынап қалғып шұлғи бастады. Шәрбәт күлімдеп жүріп үстел жинауға кірісті. Әр қимылы, әр сөзі өз бойына қандай жарасымды. Ішіп жеп, құмарта қарағамды ұнататын сияқты. Кейде көзіне көзім түйісіп қалғанда, көңіл түкпіріндегі қызу шоқты көсіп өткендей өн бойым өртеніп қоя береді. Үстел жиналып болған соң қыз төсек салу қамына кірісті. Мен иығыма шолақ тонымды жамылып тысқа шықтым. Түн жып-жылы. Ойдағы күршім жақтан майда лебес еді. Шіркін, осындай жылымық түнде Шәрбәтпен қол ұстасып қыдырса ғой баяғыдай. Мен 7-ші кластамын, ол 9-шыда. Екеуміз кешке мектептен бірге қайтамыз. Шәрбәт біздің көршінің үйінде тұрады. Сонда күздің қара суығында, қыстың долы боранында, көктемнің мамық түнінде қол ұстасып мектептен бірге қайтушы едік ау. Ол кезде мен аурушаң, әлжуаздау едім. Жолда ұлдармен төбелесіп қалсам да шырылдап, мені қорғаштап жүретін. Бурылдың алдына шөп салдым. Жалын тарағыштадым. Арқасынан қақтым. Жолы болар жігіттің деген осы шығар. Мақандардың тап бүгін тойға кеткені қандай жақсы болды. Шәрбәтқа жасырмай сырымды ақтарамын. Бүгіннен соң ыңғайы келе бермес. Маған төр алдына төсек салып қойыпты. Сол жағымдағы жайма төсекте Жолтай пысылдап ұйықтап жатыр. Үй іші ұядай жып-жылы. Тез-тез шешініп, қыз төсекке жантайып жатып, қарсы алдымдағы қыздың кереуетіне ұрлана көз тастап қойдым. Менің шешініп жатуымды күтсе керек, біраздан соң ауызғы үйде ыдыс аяқты салдыратып, бірдеңе істеп жүрген Шәрбәт та жетілік шамды жалп еткізіп үрлеп өшірді. Үй іші тастай қараңғы. Шәрбәт есікке соғылып қалардай елегізіп жатырмын. Осы кезде қыздың аяқ тықыры естілді. Ақырын басып төсегіне таянды. Сусылдатып көйлегін шешті. Басымды жастықтан көтеріп, демімді ішіме тартып, Шәрбәт жаққа тесіле қарадым. Қараңғыда көзім үйренді білем. Ақшыл көкірекшемен тұрған қыздың жалаңаш сұлбасын ажыратқандай болдым. Айдың жоғын қарашы. Үйдің іші сүт сәулеге шомылып тұрса ғой, бәрінде анық көрер едім. Төлеш, ақшыл көрпенің астына кірген қыз ақырын ғана сыбырлады. Қылмысыңның табысынан түскендей серкетіп, басым жастыққа сылқ ете түсті. Көзімді жұма қойдым. Әу, үнім дірілдеп шықты. Ұйықтаған жоқсың ба? Жоқ. Ұйықта, таңертең ерте тұрамыз. Қыздың назды үні тұла бойымды қытықтап өтті. Ұйықта деген бір ауыз сөз, ұйықтама дегендей бір түрлі жылы естілді. Қыздың төсегіне қарай еңбектей жөнелгім келді. Жұп-жұмсақ көрпенің астына қолымды жүргізіп, қыздың мақпал білегінен ұстасам,
Сол сәтте қызда екінші қолымен шашымнан аялай сипап, іргеге қарай ығысып жатар. Сан түрлі қиялға баттым. Өстіп жатып қаншама уақыт өтіп кеткенін байқамай қалыппын. Жолтай ұйқысырап былдырлады. Осы кезде сырттан ит үрді. Ат тұяғының дүбірі естілгендей. Мақан ағалар келген шығар. Әттең, бағанадан бері айтарымды айтып тастауым керек еді. Біраздан соң иттің жағы семді. Жым-жырт тыныштық қайта ұйыды. Көп ұзамай терезенің әйнегі сырт еткендей болды. Кісі қақты деуге келмейді. Сайтан көбелек соғысқан сияқты. Бірақ ерте көктемде қайдағы көбелек? Әлде шырт еткен пештегі шоқ па? Сөйткенше болған жоқ, терезеге тағы бірдеңе сырт етті. Қыздың кереуті сықырлады. Міне, шәрбат төсегінен түсті. Аяғының дыбысын сездірместен ауызғы үйге шықты. Шәрбат далада көп айналған жоқ, қайта кірді. Келіп кереуетіне жатқанда барып, жүрегім орнына түсті. Мақандар келмеген екен. Қызда ұйықтай алмай жатыр. Менен сөз күтіп жүрген болар. Ештеңе айтпасам да, талай сырды көзбен ұқтырдым ғой. Ынтықтығымды сезеді. Бағана жатар алдында дастархан жинап жүріп, ыңылдап ән салуы тегін емес. Үнінде сағыныш, мұң бар сияқты. Үнсіз жата бергенім болмас. Бірдеңе айтайын. Сөз түсінетін қыз ғой. Шәрбәттей бермекші болғанымда сыртқы есікті біреу ақырын ғана дыбысын білдірмей ашты. Мысықтай баспалап келе жатқан әлдекімнің аяқ тықырын естігенімде тілімді тістеп қалдым. Жын ба, сайдан ба? Тұла бойым сұп-суық болып кетті. Ұзын қара сұлба қыз кереуетінің үстінен төніп тұр. Шәрбәт та қорқып үні шықпай жатқан шығар. Не де болса қимылдағаным жөн. Қара сұлба шешіне бастады. Жын да, сайдан да емес, адам сияқты. Ентіккен демі ап-анық естіледі. Шәрбәт, деді қара сұлба. Мен оны осылай атадым. Тсс, үндеме, деді қыз. Төсек қаттырақ сықыр етті де, қара сұлба қыздың қойнына кірді. Өңім бе, түсім бе? Жүрегім өрекпіп аузыма тығылды. Әлгінде ғана хантағындай биік көрінген кереует аяқ астынан аждахадай суық тартты. Қорқыныштан ба, қызғаныштан ба, ызадан ба, білмеймін, өн бойым безгегі қысқан жандай қалшылдап барады. Құлағым тарс бітіп қалғандай. Көзім ештеңе көрер емес. Дәл осы күйде қанша жатқаным есімде жоқ. Бір кезде төсектегілердің сылқ-сылқ күлкісі естілгенде барып, кірпідей жиырла қойдым. Қыз, қойшы жаным, асықпашы, кейін дедім ғой. Қара сұлба, шыдай алар емеспін. Қыз, шыда, шын сүйсең, шыдайсың. Қара сұлба, өйтіп қинамашы. Қыз, ұят қой. Қара сұлба, кімнен ұят? Не сұят? Балалар ұйықтап жатыр. Ертеме кешпе, бәрібір болатын нәрсе ғой. Қыз, аяғым ауыр болсыға қайдемін? Қара сұлба, алмай қояр деп қорқасың ба? Ертеңі қалып қашайын. Қыз, о не дегенің жаным? Сенемін, сенбесем, құшағымда ашамын ба? Қара сұлба, сүйетініңді дәлелдеші. Мені сүйетініңді, құшағыңда ашқаныңды тап қазір дәлелде. Бұдан соң қыз бірдеңе айта бастап еді. Қара сұлба тыншықтырып, сүйіп, сөзін аяқтатпады. Қыз кетәрсіз бұлқынған болды. Жаным, күнім, кейін дедім ғой, өзім-ақ деп жалынған болды. Қолың қандай қат деді. Аллай, ауырттың деді. Тұра тұршы, тұншықтым деді. Бірақ осының бәрі қара сұлбаны өршелендіру үшін айтылған мүләйім сөздей тұрпайы естілді маған. Қара сұлба қыздың бұл сөздерін қапеліне делген жоқ. Іштегі қыж-қыж қайнаған өрт, тамаққа кептелген өксік бұдан әрі шыдатпады. Көрпені серпе лақтырып орнымнан ұшып тұрдым. Киім кешегімді қолтығыма қыса сала ауызғы үйге атып шығып,
апыл-ғұпыл киіне бастадым. Төрдегі үйдегілердің сыбыр-күбірі саптиылды. Алқын-жұлқын сыртқа шықтым. Түн тастай қараңғы, теріскейден ызғырық есіп тұр. Қара қақтықтан шақыр-шықыр еткізіп қораға келдім. Кең шарбақтың ішіндегі оқтықтың қасында ерттеулі ат тұр. Қарасұлбаныкі екенін бірден білдім. Бажайлап қарасам айғыр екен. Біздің бие оқыранып айғырдың жанында тұр. Қаным басыма бірақ депті. Бурылды жүгендеп ерттеп міндім де аяңдап қорадан шықтым. Бурыл жүргісі келмей айғырға жалтақтап қояды. Әкеңнің аузын сайқал қамшымен бурылды осып жібердім. Мұны күтпеген бурыл да тұра шапты. Қара төбет өршелене үріп бізді біраз жерге дейін ұзатып салды. Қара түнді қақ жарып, ауылға қарай құйғытып келемін. Бетімнен сұп-суық жел осқылайды. Екі көзімнен жас парлады. Алыс сапарға жападан жалғыз аттанғандаймын. Алдым қара түнек, артым тас қараңғылық. Қараңғылықтан шығып, атымды қамшылап, қараңғылыққа асығып бара жатқандаймын. Қу жалған-ай!